Айтсам сенесіз бе, қарапайым бір ойын ішінде құбыжық бар дейді. Көздері әппақ, адамды алыстан аңдып жүреді дейді. Бұл шын ба, әлде жай ғана аңыз ба? Бүгін соның барлығын ашып айтамын. Сәлем достар, сіздермен бірге Әсемнің әлемі. Бүгін сіздермен бірге тағы бір қызық әрі қорқынышты тақырыпты талқылаймыз. Бұл жолы әлемдегі ең танымал ойын Майнкрафт жайлы. Бәріміз ойнап көрдік, білеміз, бірақ осы ойында көзге көрінбейтін жұмбақ кейіпкерлер мен қорқынышты оқиғалар бар екенін естіп пе едіңіздер? Херобрайн. Көздері әппақ, ештеңе көрінбейтін кейіпкер. Ойыншылардың айтуынша, ол кенеттен пайда болып, алыстан бақылап жүреді. Кейбірі шахтада жүргенде көзіне түседі дейді. Жиі естілетін нұсқа ол Майнкрафт ойынын жасаған адамның қайтыс болған ағасының рухы. Бір кезде интернетте мені Херобрайн аңдып жүр деген скриншоттар тарап кеткен. Көпшілік сенбей мод деп айтады. Бірақ миллиондаған ойыншы мен өз көзіммен көрдім дейді. Ал сіз егер мысалға ойынға кіресіз, бәрі тыныш, кенет арт жағыңызда әппақ көзді біреу қарап тұрса, не істейтін едіңіз? Ойланып көріңізші. Осы ойынның тыныш кезінде кенеттен пайда болатын дыбыстар бар, я? Әсіресе шахтада жүргенде немесе түнде. Кейде сыбыр естілгендей болады, кейде белгісіз музыка шығады. Геймерлердің айтуынша, бұл жасырын әлемнің дыбыстары. Кейбір зерттеушілер Майнкрафтта артық кодтар бар екенін айтқан. Мысалы, құлақ қаппен түнде ойнасаңыз, кенеттен біреу демалып тұрғандай дыбыс шықса, не істейтін едіңіз? Өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Тағы бір қорқынышты кейіпкер бар. Аңызға сенсек, Mojang компаниясынан қуылған бір хакер ойынға қарғыс қалдырған. Ол ойыншылардың әлемін бұзады, жояды, өртейді. Кейбірі ойында 303 деген жазуды көргенін айтады. Бұл кейіпкерді ойында кездесеңіз, арты жаманға әкеледі дейді. Ал егер бір күні сіздің де ойыныңызда бәрі жойылып кетсе, бұл жай ғана қате ме, әлде 303 келді ме? Кейде ойыншылар 0 деген кейіпкерді айтады. Ол қараңғы, түссіз кейіпкер. Ол ойын файлын бұзады дейді. Жасырын порталдар туралы аңыздар көп. Кейбір мод жасаушылар портал арқылы тозақтан да жаман әлемге кірдік дейді. Ол жақта шындыққа ұқсамайтын дыбыстар, белгісіз құрылымдар болады екен. Форумдарда мыңдаған адам мен шахтада біреу тұрғанын көрдім деп жазады. Кейбір балалар түнде Майнкрафт ойнап шошып оянып кеткен дейді. Ата-аналар бұл жай ғана түс десе де, балалар мен ақ көзді көрдім дейді. Көп адам бұны тек миға әсер ету деп ойлайды. Бірақ расында әр аңыздың артында бір шындық бар. Барлығы рас па, әлде ойыншылардың ойдан шығарғаны ма? Майнкрафт жасаушылары Херобрайн жоқ деп бірнеше рет айтқан. Бірақ сонда да ойыншылар сенбейді. Өйткені жоқ деген сайын ол туралы әңгіме көбейе береді. Міне достар, Майнкрафт жай ғана ойын емес, миллиондаған адамның қиялын жаулаған әлем.
бірақ оның ішінде шындыққа ұқсас қорқынышты құпиялар бар. Херобрайн, Энтони 303, Нул бәрі аңыз ба, әлде бір шындық бар ма? Бұл жағы әлі күнге дейін жұмбақ. Ал сіз не ойлайсыз? Шындық бар ма, жоқ па? Комментарийға жазыңыздар. Келесіде тағы бір құпия ойын немесе мультфильмді талдаймыз. Кездескенше сау болыңыздар.